Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып, лайк басып, басқалармен бөлісе кетеміз. Английский Зулусский соғыс. Британия мен 1879 жылы Зулус елі арасында соғыс аймақтағы тұрақсыздықты және де көтерілістің тұрақты өршуін тудырды. Бұл соңғы 1906 жылы аяқталған шиеленістің өсуіне 1870 жылдары тәуелсіздігінің әскери ұйымын және дәстүрлі өмір салтын сақтайтын Зулус державасының ерекше жағдайы ықпал етті. Зулус әскері оңтүстік Африкадағы африкалықтардың ең қуатты, ірі және де тәртіпті күші болды. Зулустың қаруы қарапайым, бірақ тиімді болды. Кең ұзындығы 0,5 метр. Пышақпен миллиондалық найза, жеңіл ұзын найза, әсіресе берік ағаштан жасалған ауыр ұзын шапан. Зулус қалқаны сиыр терісінен жасалған және де биіктігі шамамен 1,3 метр, ені шамамен 60 сантиметр болатын. Англо-Зулус соғысы реформаларынан бұрын Шаки Зулусы ауызша дәстүрі бойынша көршілері де соғысқан. Соғыс үшін тараптар алдын ала берілген жерде кездесіп, соғыспақ қалқандармен қарғап, жеңіл лақтырылған найзалармен атылды. Шайқас кезінен батыл жауынгерлердің көптеген жекпе-жектері өтті, ал қарттар мен әйелдер тігдағы шайқаста бақылады. Мұндай қақтығыстардың шындығындар аз болды, ал кешке тараптардың бірі жеңілісті мойындап, бейбітшілік сұрап, алым төлеуге уәде етті. Алайда ағылшындар Марти жүйесінің мылтықтарымен қаруланған, ол қолмен зарядталған. Олардың жағында көптеген соғыстардың тәжірибесі мен сарбаздардың мушкептасы бар. Англо-Зулус соғыстан кейін бұдан шығатыны қару-жарақтардың үлкен айырмашылығы және де өте нашар дамыған әскери істердің. Зулус бұл соғысты тез және де қарсылықсыз жеңу керек еді, бірақ бәрі дұрыс болмады. 1878 жылы 11 желтоқсанда оңтүстік Африканың жоғарғы комиссары сэр Бернард Перерис Зулус патшасы Кишвайо Ультурумня ұсынды. Оның негізгі шарттары Зулус әскерінің таратылуы, Шака құрған әскери жүйеден бас тартылуы, Зулустағы ағылшын миссионерлері үшін іс-қимыл бостандығы, сондай-ақ ультиматум шарттарының сақталуын қадағалап, еуропалықтар немесе миссионерлер қатысатын кез келген қақтығыстарды шешуге қатысу керек. Британдықтардың тұрғынды Зулустарға орналастыруға келісім берді. Шын мәнінде бұл патшалықтың Британия империясының проекторысына айналу туралы болды. Әрине бас тарту болды, және де дәл бір айдан кейін 11 қаңтар күні 500 мың британдық әскер және де 820 мың африкандықтан тұратын ағылшын әскері Зулус аумағына басып кірді. Сонымен қатар бүкіл Зулус әскері әрең дегенде 30 мың адамды құрады. 1879 жылы 22 қаңтарда Издевалған төбесіндегі алғашқы үлкен шайқаста Зулус әскері полковник Древнвуд пен подполковник Генри Полиннің басшылығымен отрядты жойды. Зулус тұтқындарының қабылдамады және де 1300-ден астам сарбазды жойды, бірақ өздері де ауыр шығынға ұшырады. Шамамен 300 мың адамнан қаза тапты. 22-23 қаңтарда 4,5 мың Зулус, 139 ағылшын әскері қорған Рокер-Дэви шекара бекінісіне шабуылды жасады, бірақ оны сағаттық шайқастан кейін олар үлкен шығындарға ұшыратып шегінуге мәжбүр болды. Англо-Зулус соғысында 1879 жылы 28 қаңтарда полковник Чарльз Присон басқарған бірінші баған Кранли Эстоба Зулуспен қоршалған. Мұнда британдық лагер қоршауы 1879 жылы 4 сәуірге дейін созылды. Ағылшын Зулус соғысында 12 наурызда Интибомни өзенінің жағасында шайқаста Зулус британдық отрядқа шабуыл жасады. 106 ағылшын сарбаздың 62-сі қаза тапты. 28 наурызда полковник Генри Ибелини Буфтың 4-ші қол колониясы Хлобовтың Зулусына шабуыл жасады, бірақ Зулустың көмекшісіне шамамен 2600 әскер келді, ал британдықтар жеңілді. Олардың қаза тапқандарының шығыны 15 офицер мен 210 қарапайым адам болды. Бұл жерде Зулустың жеңістері аяқталды. 29 наурызда Кейшебойдың рұқсатынсыз 20 мың Зулус жауынгері Камулдағы Бутыттың лагеріне шабуыл жасады және онда 1800 еуропалық және де 9 жергілікті сарбаз болды. Бірақ жеңіліске ұшырады. Британдықтардың шығындары 84 адам өлтірілді. Зулус
астам адамды өлтірді. Кабул шайқасы соғыста бетбұрыс болып саналды. Сол күні 29 наурызда лорд Шлипспорт 3400 еуропалық және де 2300 африкалық сарбаздан тұратын армияның басында Экстоба қоршауға алды. 2 сәуірде ол зулустарды Гриндолов шайқасында жеңді, ал 4 сәуірде Эскобаға келді. Жеңілістен кейін Кабула мен Гиндолова Кашева бейбітшілікке баруға дайын болды, бірақ лорд Шеллимфорд Зулус толығымен жеңілгенге дейін соғысты жалғастыруға шешім қабылдады. 4 шілде соғыстың соңғы шайқасы болды. Шеллимфордтан біріккен британдық әскері Кешейбоға басқарған Зулустың патшасы Карал Улини шайқасында қатты жеңіліске ұшырады. Зулустың шығыны 1500 адамды құрайды. Британдықтар 10 адамды өлтіріп 87 адамды жарақаттады. Соғыс аяқталғаннан кейін Британия келісімге қол қоюға мәжбүр болды. Бастапқы шарттар алайда территорияның шоғырланған билігі болмаса тайпаның басшылары арасында бөлінген азаматтық соғыс басталды. Бұл Кейшоба жасақтарының бірнеше әкімшілік аумақта құрылымдарға шоғырлануына әкелді. Олардың ішінде ең үлкені Зулент болды. Достар, видеоны әлеуметтік желіге таратып, енді келетін видеоны күтсеңіздер, аман сау болыңыздар.